Барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге бүгін мен Фенди достар. Бүгін достар, Майнкрафт ойнауды жалғастыратын боламыз. Майнкрафт, бірақ выживание ойнайтын боламыз. Выживание әрине біздерді драконға шейін емес, біздер алмас тапқанға шейін осы выживанияны ойнайтын боламыз. Ал видео басталмай жатып лайк басып, арнаға тіркеліп комментарий жазып кетейік достар. Ал видеоға кеттік. Достар, мен какой-то осындай бір таулардан шыққан болатынмын. Выживанияда бізде мына жерде сундук бар. Сундуктағы заттарды алмаймыз әрине. Ал біздерде бірінші ағашымыз қазып тастаймыз. Верстак істеп алу үшін. Біздер алмас тапқанға шейін ойнайтын боламыз выживаниямызды. Тезірек алмас табуды тырысамыз достары. Ал біздерде бірінші ағашымызды қазып бітірейік. Енді біздер верстак істеп алайық өзімізге. Полный ағаш дейін аламыз. И потом верстак шығарып аламыз да. Мына жердегі кирканы істеп алайық бірінші. Кирка и топорды істеп алайық. Мына жердегі тастардың бәрін қазып алайық. Өзімізге тас инструменттер жасап алу үшін. Негізі топорды бекер істедімше, топор істей салуым керек еді негізінде. Мен ана жақтан уголь көріп тұрған сияқтымын. Енді сол угольді барып қазып қайтайық. Қанша уголь бар ана жерлерде? Көп уголь бар екен. Бүгін біз алмас табуға тырысатын боламыз. Бізге печке қайнатуға керек болады әр нәрсені уголь. Хоппа. Осы да жеткілікті деп ойлаймын. Угольдің тастарды талпа қазып алайық енді. Дальше жалғастырайын ба достар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Оппана. Соңғы бір тас қазып ала салайық. Все. Бізде 20 тасы бар. Енді біз тас инструменттер жасай аламыз. Оппана. Бір қылыш істеп алайық. И осыны істеп алайық. Дальше кете береміз достар. Енді біздер үй салатын жер тауып алуымыз керек. Біз какой-то на жерлерден шықтық. Мен ойымша аяққа кетеміз бе әлде наяққа ма? Наяққа қарай кете берейік. Островтан шықпасам болды енді достар. Наяқта жоқ, шақта емес екен. Бізге осындай қойларды өлтіріп алу керек. Мен қылышым тұрған кезде не істеп жатырмын? Оппана. Төсек істеп алу үшін бізге осындай қойларды өлтіру қажет. Әрине бізге тамақ та қажет. Сол үшін сиырларды да өлтіріп аламыз достар. Хоппа. Опыттарын аламыз. Дальше сапарымызды жалғастырамыз. Бір маған ыңғайлы жер керек. Сулар да бар. Шахтасы да бар. Қасына ағаштар да бар. Ол жер қай жер білмеймін. Сондай жерді тауып алу керек бізге. Шахта, ең маңыздысы маған шахта керек бүгін. Мына жерде бір қойды көріп тұрмын. Мына жерде тағы бір қой тұр ма? Мына жерде тағы бір қой тұр екен. Осында өлтіріп алып, біздерде ұжы кроватымыз дайын. Қайқа қаштың қой, қайқа қаштың. Бір удармен өлтіріп тастайсың, короче. Ана жақта сиырлар жүр, мына жерде қойлар жүр. Бізге қазір тамақтар деген көбірек керек. Сол үшін сиырларды өлтіріп алайық. Бізге стейктарын керек. Енді дальше выживаниямызды жалғастыратын боламыз. Аузым көпіріп кетті ғой, сөйлей беріп. Бізге нормально жер керек, үй салатын, сәл-пәл түзулеу жер керек. Еще шахтасы бар жер керек бізге әрине. Мына жер қандай жер өз? Мына жер. Білмеймін, короче, бұл жерге үй салмаймын мен. Бір үй салатын нормальный жер тапсақ болар еді тез. Ал, Или осы жерге сала жоқ. Бізге бұл жер керек емес.
Мен бір шахтасы, бір дөу шахтасы бар жердің қасынан салатын болам үйдің. Ал так оға шейін іздейік ал шахтасы бар жерлерді. Так, маған бір қазір бір дөу үй керек емес. Опа, ана жерде не, мынау шахта ма? Опа, ана мен осы жерден үй соғамын ау. Так, ё-моё, мына жерден қараңғы. Мына жерде әрине біздерде выживаниямызда зомби болмаса болмайды ғой әйтеуір. Так, мен осы жерге үй соғатын сияқтымын. Шахтасы бар, ана жерде суы бар, ана жерлерде орман, ағаштары бар. Так, примерно мен осы жерлерге соғатын сияқтымын. Міне осы жерге соғамын. Короче, ол үшін мына ағаштарды тазалап тастайық. Хоппа, 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 хоппа. Маған бір дөуде үй керек емес, бір 4 бұрышты коробка үйде тұра береміз. Так, березовый ағаштардың бәрін қазып тастаймыз. Өйткені бізге мына жерге орын керек. Так, тез қағып тастаймыз. Шауып тастаймыз. Оппа, оппа, ана шахтада алмаз бар деп ойлаймын. Алмаз бар болса жақсы болар еді. Так, тез ағаштардың бәрін шауып тастаймыз. Хоппа, хоппа, и потом мына березовый ағашты кесіп тастайық. Хоппа, хоппана, оппа, топпа, хоппа. Енді бізге мына жерді алып тастау керек. Неге ұқсап қалған білмеймін бұл жер. Короче, алып тастаймыз. Хоппана, хоппа, оппа. Олардың бәрін алып тастаймыз. Болды. Так, осы жер бізге жетіп қалатын сияқты да. Мыналарды алып тастаймыз. Так, осыларды аламыз. И потом мына жерлер өздері түсетін сияқты бұл саженецтер. Хоппа деп тез алып тастаймыз. О, біздерде тапорымызда сынды. Енді біздер бір стак ағаштай шыға ма? Жоқ, бізде стакқа чуть-чуть қалған ағаш шықты. Так, не қойылып? Айтпақшы, біздер тапор істеп алайықшы. Тапорымыз жоқ екен. Так, верстакты қойып қояйық мына жерге. Так, тапор, біздерде палка и потом тапор жасап аламыз. Мыналардың бәрін сындырып тастаймыз. Оппа. И потом, так, осы жерден мына қарап тұратындай. 1, 2, мына кіретін жері. Так, мына жерден бетіне селсе. 2 терезесі. Потом мына жерден жауып. Я, болды. Так, кіретін жері. Так, бет жауатын жері. 2 терезе. И потом мынаяқтан все, достар. Осымен аяқтан түзу 4 бұрышты үйімізді шығаратын боламыз. Так, ё-моё. Бізге шлей қатты үлкен үй керек емес. Мынау нормально, более-менее нормально. Біздерде уже кеш батып жатырған сияқты. Тез салып тастауымыз керек негізі. Так, 1, 2, 3, 4. Так, осы жет қалар или 3 жете ма? Так, осы жерден полын істесек, бізге 4 блок қажет екен. Şimdi 3 блоктан жүретін. Так, бізде верстагымыз қай жақта екен? Верстагты қойып қоя салайық мына жерге. Төсегімізді істеп алайық, достар. Әрине өзіміздің төсегімізді істеп алып, бірінші түнімізді жақсы өткіздік, достар. Бүгінгі выживанияда мен үй ғана соғатын сияқтымын. И шахтаға барып үлгерсем, бір кіріп шығатын шығарым шахтаға. Мына жақтардан ағаш жинап алайық. Әрине ана ағаштар жетпейді. Полым біз березовый ағашпен жасайтын шығар, бір әдемі болып тұратын сияқты. Так, пока что осы ағаштарды жинап аламыз. Хоппа, енді кеттік. Так, бізге железа тауып керек, айтпақшы. Железный инструментті жасап алсақ, ол да жақсы болатын сияқты. Так, хоппа. Мына жерлер 2, 3, 4.
1 2 3 4 1 2 3 4. Так, мынаны алып тастаймыз. Опа, опа, хопа. Хоппа, 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 хоппа. Так, мынау 4 слишком дөп болып кеткен сияқты ма? Қалай бұлай? Или нормально ма? Так, осылайынан екіне тастап кетсек, да, осылай болады. Мына жерден біздерде терезе шыға ма? Тоқта. Осылайынан көрейікші қазір, достар. Или бір блогын кесіп тастайын ба? Төртеу бір дөп болып кеткен сияқты менің ойымша, да? Так, опана, мынаны алып тастаймыз. Так, хоппа. Топпа. Хоппа, хоппа. Так, все, енді. Оппа, біздерде тамақ не болады? Печка істеп алайық. Хоппа. Печка. И потом печканы қоямыз. Стейгімізді сап жереміз. Угілімізді сап жереміз. Дальше өзі қайнай береді. Так, ағаштар жинап аламыз үйдің қасындағы. Үйге мешать етпеш үшін өзімізге де пайда. Так, ана заттарды алып алайық. Бүйтіп отыратын жерге әдемі сияқты тұра берсін, достар. Для декорацияға тұра берсін. Так, ағаштарды жинап аламыз. Опа. Опа. 14, 15, 16. Так, бір стактай ағаш бар біздерде. Бір жарым стак па? Қанша? Бір стак қой, короче. Так, мына 8 ағашты қойып тастаймыз. Хопа, хопа, хопа. Опа, хоп. Құлап кетпейік. Опа, хопа, опа. Осылай, 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 осылай. Осылайынан. Ё-майо. Біздерде өліп қалмауға тырысамыз. Ну, біз әрине өлеміз, әлі шахтада көп өлетін шығар енді. Өйткені ол жақта модтар деген көп. Үстіміздегі нелерін сындырып тастаймыз. Так, хоппа, хоппа, опа, хоппа. Так, все, достар, біздерде қабырғасын істеген болатынбыз. Осылай, осылай, осылай. И потом полын жасайтын боламыз. Полын осындай березовый доскамен жасаймыз. Хоппа, 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 хоппа. Так, жетелдер болса, вообще зор болатын еді мына жақта. Бізге бұл жерде ауыл керек емес деп ойлаймын, өйткені алмас тапқанға шейін бұл выживаниямыз. Жетелдер болса, торговля жасап, алмаз зибрания алсақ та болады, бірақ біз бұл выживанияны до конца өтпейміз. Айтқанымдай, алмаз тапқанға шейін бұл выживания. Так, біздерде қанша 3 білейін блок жетпей қалды. Так, мына жерден не болса, все. Жерден кіретін жер болса, ана жерлерді. Так, ё-майо. Березовый ағаштарды жинап аламыз. Хоппа, 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 хоппа. Оппана. Тесте жинап аламыз. Все, жиналды. Қарным ашып кетті менің. Так, печкада заттарымызды алып алайық. Біздерде қанша 6 стейк пісіпті. Оны әрине жеп аламыз. Так, мына заттарымызды сындыруға тура келіп тұр бізге. Так, хоппа. И потом верстагымызды алып тастаймыз. Енді біздерде березовый ағаштарды мынандай доскаларға шығарып аламыз. Хоппа деп полында бітіретін болдық, достар. Полын бітірдік. Соңғы несі. Все. Мынау үстіп тұра берсін. Енді бізге печка мыналарды қойып алу керекті. Мынаны печканы так осы жерге қойсақ, мынаны мына жерге қоямыз. И потом мына жерге осыны қойып жүрсек болды, достар. Әдем мына жақтарға сундукты қойсақ. Так, енді бізге есік қажет. Оппа. Осы есіктерді қойып тастаймыз. Все, біздерде әдем есік шықты.
Так, енді бізде крышасы қандай болсын? Так, крышасын бүйтіп көтерсек болмай қалады. Опа, так, мына жақтан терезе шығарсақ. Ё-майо, достар. Мен мынандай терезе... Так, достар, үйімді дұрыс салмай қаптым. Мен анай 4 блоктық терезе жасайын ба десем, 2 блоктық сықси терезе шығып қалды. Жал, конечно. Так, опа. Үстіп тұрса, сәл бір түрлі болып қалатын сияқты да. Опана десек. Так, мына жерге ағашты қойсақ, қалай, мынау дұрыс па, әлде мынау дұрыс па? Мен ойымша мынау дұрыс сияқты, или үсті алдаймын. Так, мына жерге мынаны аптастаймыз. И потом үстіп қойсақ. Білейм, болмай қалатын сияқты бар емес па ше? Так, алдына бір терезе қойсаң, ол да тажы болмай қалады. Так, короче, үстеміз. Все. И осы дайын. Хоппа деп мыналарды қойып алсайын. Блин. Ё-майо, неап дұрыс қойылмай кетті мынау. Так, мына ағаштарды алып аламыз. Хоппа. Мына жерге қой жереміз. И мына жерге қой жереміз. Все. Дайын біздерде үйіміз. Так, енді мына жерге бір баспалдақ істеу керек, мына жерге бір ұзыннан терезе жасақ қойсақ, ол да әдемі болатын еді. Но біздерде мына жерде ағаштар виттің бәрін құртып тұр. Так, бұны енді біздер қазып тастаймыз ағаштарды. Так, опа, хоппа. Оппана астыға қарай қазамыз. Так, енді мына жерден қалай шығамыз? Опа, шықтық. Енді біздерде шахтаға бару үшін уголь қажет, өйткені угольмен факел жасаймыз. Так, біздерде баспалдақтарды кейін жасайтын сияқтымыз. Терезе. Ой, терезені де керек бізге. Ана жақтан песоктар бар ма? Песоктарды алып қайтамыз. Так, песоктар әшінде көлдің жағасына тұрады. Анына мына жерде тұр екен. Так, суға секіреміз. Так, песоктарымызды алып қайтамыз, өзіміздің құмдарымызды. Так, бізге көп керек емес. Опа, оппана. Осылайынан қазып тастаймыз. Хоппа. Все, осы жеткілікті. Енді өзіміздің үйімізге көтерілеміз. Ё-майо, мына жаққа көтерілу өте қиын екен. Хоппа. Үйіміз деген тым төбеге сақ қойған сияқтымыз. Но более-менее нормально пойдет. Ой, ё-майо. Мынау да бір қойылып кетті ғой. Так, угольді қоямыз, песокты қоямыз. Все. Песок қайнай берсі, мынаны сындырып тастаймыз. Біздер спаун қойып алайық. Так, енді не істейміз? Крышасын қалай істесек болады? Ё-майо. Так, крышасын біздерде... Короче, кейін ойластыратын боламыз оны. Так, бірінші мына жерден жауып қоямыз ба? Так, сүп жауып қоя салайық пока что. Келесі бөлімдерде крышасын жасайтын боламыз. Кәдімгі не баспалдақтармен. Так, опа. Хоппана. Все, так, ағаш қамады біздерде. Пока что осы ағаштар жеткілікті деп ойлаймын. Или жетпейтін де шығар, Жетпейді, конечно. Так, мынау қойып кете берді мына жерлерге. Так, хоппана. Опа. Біздерде ағаш бітті. Енді мына дұрыс емес қойылып кеткен ағаштарды алып аламыз. Негізі ағаштарды экономилап полублокпен қоя салғанымыз дұрыс еді. Но жақсы қойып қойған соң енді до конца аяқтауымыз керек бұны. Так, хоппана. Опа. Енді біздерде мына жерде қайнап бітті мыналарымыз. Так, опа, 16 осындай панелдерді жасаймыз. Так, хоппа. Потом хоппа. Все, достар.
үйіміз дайын. Хоппа. Так, мынаны қоямыз, соңғы терезені қойып жібереміз. И все, достар, біздерде факел қажет енді. И сундуқ қажет. Екінші күнімізде аяқталды, достар. Бүгінгі видео осы жерден тоқтайды деген ойдамын. Сіздермен болған бүгін мен Фенди, достар. Бүгінгі видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесіде қандай видео шығарайын, или осыны жалғастыра берейін ба, комментарияға жазып кетіңіздер. Амандықта кездескенше қош сау болыңыздар. Давайте.